совет одағынан қалған сол жүйе ғой енді. 1-2 айлық курстар оқып алып, спорт маманы болып кеткендер 15 жыл бұрынғы спортсмен ағзасы бөлек деп айта аламын. У вас даже русский с акцентом, вы будете позорить Казахстан деп қалды. Мүмкін ол комиссия мүшесі маған тиісті. Спорт медицина маманының 100 профессоры бар екен. Біреу сөзімді бөліп, енді оларда халық саны көп қой дейді. Қазақ пен қазақ қазақша сөйлеседі деп ойлаймын негізі. Әр сөзге тиісті ғой, ойым. Құралмайтын жүйе ғой. Тоқаев мырзамыздың өзі айтқан, президентіміздің өзі. Менің атым Темірбаев Жасұлан, спорт дәрігері, спорт медицина маманы деп өзім таныстыра аламын. Туған жерім Тараз қаласы, 1991 жылы туылғанмын. Мектепті де сол жақта бітіріп, кейін мектепті бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнына Алматы қаласына көшіп келгенбіз. Содан бері Алматыдамын. Алматыда Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде. Бізде жалпы медицина ғой, жалпы медицина. Одан кейін Астанада интернатураны оқығам 2 жыл. 2014-2016 жылдары. Одан кейін қайтадан Алматыға келіп, жоғарғы білім алу бар, дипломнан кейінгі деген. Яғни резидентура. Бізде резидентура деп. Оны спорт мамандығым бойынша осы Алматыда оқығам. Жалпы сол барлық медицина соңғы 9 жылымды 2018 жылы бітірдім. 2018 жылы бітіріп, бірден жұмысқа кірдім. Дәл қазір Алматыдағы нөмірі 1 спорт мектебінде жұмыс істеп жатырмын. 2018 жылы мен оқуды бітіргеннен кейін бірден ұлттық құрамаға кіргем. Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасына бірден жұмысқа шақырту алдым. Бірден сол жаққа кіріп кеттім. Ұлттық құрама именно оның ішіндегі күрес түрлерінің ішіндегі грек-рим. Яғни грек-рим спортсмендермен, спортшылармен шамамен 3 жылдай жұмыс істедім. Ұлттық құрамада жұмыс. Денсаулығынан бастап, оның жарыстан кейінгі қалыпына келтіру барлығы менің мойнымда еді. Бағанағы ұлттық құрама ол ұлттық олимпиада комитетіне қатысты болған. Осы спорт мектебіне ауысқаныма бір 2 жылдан асты. Болашақпен оқуға неге бұндай шешім қабылдадыңыз? Болашаққа түсуге, спорт медицинасы жайлы. Сол мамандықты таңдап отырсыз. Мен қараңыз, ең бірінші қызығушылығым 2017-те басталған. Спорт медицинаның оның ішінде шетелде оқу маған өте қызықты болды. Өйткені шыны керек, біздің университеттер оқытатын әдіс ол әлі сол бұрыннан қалыптасып кеткен, енді совет одағынан қалған сол жүйе ғой, енді фундаменті. Негізі сол болған. Енді маған сол 2017-тен бері қызыққам. Астанада болған кезде сол болашақ офисіне барып сұрағам, спорт медицинасы бар ма деп, тікелей барған офистеріне барып сұрағам. Сол кезде олар айтқан, спорт медицинасы бізде ашылады, осы болашақта 1-2 жылда ашылады, күтіңіз деген. Содан бері қызығушылық танытқам. Ол кезде жалпы мен қазір ғылыми тағылыма бойынша, яғни стажировка бойынша барғым келді осы соңғы. Ал ол кезде кәдімгі резидентураға түскім келген сол кезде шетелге. Бірақ өкінішке орай содан бері жоқ. Бірақ бір нәрсе айтайын осы жерден. Сол жылдан бері естігенім бар. Спорт медицинасын дамыту керек, мамандарды оқыту керек. Мен тіпті осындай Қазспорт арнасына да шақырған. Бұл мәселені жаттықтырушыларды көтерген талай рет. Бізде маман жоқ дейді, спорт маман дәрігері жоқ деп. Мысалы, мен айта аламын, ең алғашқы резидентураны бітірген, яғни арнайы мамандандырылған мамандықты бітірген ең бірінші маманның бірі менмін. Осы біздің Қазақстан бойынша. Яғни 2 жыл резидентураны оқыған маман ретінде мен. Қалғаны енді жалпы дәрігерлер, бірақ 1-2 айлық курстар оқып алып, спорт маманы болып кеткендер ғой, спорт дәрігерлер болып кеткендер. Ал алғашқы біздің Қазақстанды мен соны мақтанып айта аламын, ең біріншілердің бірі мен болғам да. Яғни сол салада жүргенім 2018-ден бері, бұл айтқанда сол салада жүрмін. Сол кезден бері айтып отыр ғой, осы мәселені дамыту керек, біздің спорт дәрігерлерін шетелде оқыту керек, тәжірибе алмасу керек деген сол әңгіме содан бері болып жатыр. Содан кейін мен де өзім қызығып, болашақ бағдарламасы бойынша өзім түсіп көрем деп шешкем. Бізде білесіз ғой, спорт медицина мамандары сонда жоқ па дегенге келіп тіреледі енді. Сіз грек-рим болсаңыз, дзюдо бар, енді көп қой. Оларда спорт мамандары қаншалықты, олардың жағы. Сіз өзіңіз отандық бірінші алғашқы деп отырсыз. Енді ол жерде қандай процестер жүріп жатыр қазір? Сауықтыру процесі. Жоқ, ол қазіргі кезде ұлттық құраманың әрбір командасында дәрігерлер бар негізінен.
жеткіліксіз. Мгм. Мысалы бізде маман жеткіліксіз, спорт дәрігері жеткіліксіз. Мен айтып отқаным алғашқы резидентураны бітіргендерін деп жатырмын ғой. Ал А, андайды ма 2 айлық курстарды оқып сол жұмыс істеп жатқандар бар. Негізі өзімнің әріптестерім, оның ішінде спорт дәрігерлері өте жақсы жағынан айта аламын. Қазіргі жұмыс істеп жатқан мысалы ұлттық мгм. құрамадағы дзюдода да жұмыс істеп жатқан, бағана күресте де жұмыс істеп жатқан дәрігерлер бар. Бұрыннан сол мен 2018-ден бері жұмыс істеп жатқандар. Бірақ айтамын ғой, бір адамдар ғой сол. Біз дәрігерлер біз андаймыз ғой. Біз әрқашан өсу керекпіз. Өйткені Мгм. медицинада бір орында тұрған жоқ. Қазір тіпті медицина мен спорттың өзі де бір орында тұрған жоқ. Қазіргі спортсменнің ағзасын тіпті бір 15 жыл бұрынғы спортсменнің ағзасы бөлек деп айта аламын тіпті. Мгм. Кәдімгі спортсменнің де ағзасы дамып жатыр, медицина дамып жатыр. Сондықтан оны қатар алып жүру керек та. Мгм. Заманмен бірге жүру керек. Сіздер мүмкін көрген шығарсыз, мысалы қарапайым мысалмен айтқым келеді. Ә, байқайсыздар ма, анау бір 50-ші 60-шы жылдардағы видеолар болған, интернетте тараған, спорт гимнасттары жасап жатқан элементтер. Ол кезде Мгм. қарапайым бір айналады, бір не қылады. Мысалы сонымен өзінің несін бітіреді, спорттық көрсетілімін бітіреді. Иә, Ал шеберлігін қазіргі көрсет. Мгм. иә қазіргі спорт мысалы гимнастикасының жасайтын элементтері өте ауыр, күрделі, тура сол сияқты да. Өйткені оған ағза да бейімделіп жатыр, басқаша да былай айтқанда қызметтер қосылып жатыр жаңадан. Мен оны тікелей Мгм. айта аламын, өйткені қазіргі спортсменнің ағзасы кәдімгідей басқа, салыстыруға келмейді бұрынғы заманмен келгенде. Күресте де мысалы Мгм. мен өзім мысалы күресте жұмыс істедім ғой, салмақ қуу бар бізде мысалы. Мгм. Салмақ қуу мысалы 20 жыл бұрын басқаша әдіспен жасалса, қазіргі басқаша әдістер, өйткені басқаша препараттар да қолданылады, ал ол препараттарға ағзаның да жауабы басқаша болады, сол сияқты да. Сондықтан өзгеріп жатыр. Қазақ тілі, орыс тілін дұрыс білмегені үшін өткізбейді деген жаңағы ақпараттар шығып жатыр. Оған сұхбат та бердіңіз. Қандай сезімде болдыңыз сол сәтте? Ұялтасыз деді ма? Не деп айтты сізге? Соны толықтырыңызшы. Тура сіз сияқты міне қалай сөйлесіп жатқан, тура осылай сұхбат болып жатқан бізде. Кәдімгі Мгм. қарапайым, бірақ орыс тілінде болып жатты да. Мгм. Тура сіз сияқты, сосын сөзімді бөліп, кешіріңіз, ну, кажется, у вас даже русский с акцентом, вы будете позорить Казахстан деп қалды. Енді Мгм. әрине маған енді шыны керек, өйтіп өмірімде бірінші рет сондай сөз Мгм. айтылды. Мгм. Енді біз енді әлеуметтік адамбыз ғой, енді біз қанша Мгм. спортсмендермен жұмыс істейміз, жаттықтырушылармен, біз мысалы неше түрлі басшылармен жұмыс істейміз. Мгм. Осындай талай конференцияларда болдық. Енді Мгм. өйтіп ешкім айтпаған. Әрине Мгм. кішкене кішігірім таң қалып қалдым, бірақ енді бірден тоқтамай, ұялмай, не қылмай, в смысле тоқтап қалмай, жауап бермей, бірден жауап бердім. Әрине кешіріңіз, бұл менің ана тілім болмағандықтан акценттер естілетін шығар деп. Бірақ енді мен Және өзім ол сұрақ қойған адам сіз қазақ па, ұлты? ұлты түрі қазақ, иә. түрі түрі қазақ, иә? қазақ ғой. Көп жағдайда пікірлер жазылып жатыр, аты жөнін айтсаңызшы деп соған. Аты жөнін білмейсіз ба? Аты жөні бірі қызығы айтылмайды, өйткені олар менің аты жөнімді білмейді, және мен А, олардың аты жөнін білмеймін. Ол тәуелсіз анонимді түрде құрылған сұхбат екен ғой. Мен бірақ өзімнің іздеген ақпаратым бойынша комиссия мүшелері олар жалпы әшейін бір белгілі бір мамандық иесі емес, яғни ол жақта мгм. мысалы географ та болуы мүмкін, мысалы математик та Мгм. болуы мүмкін, әшейін бір қарапайым адам да болуы мүмкін. Мгм. Сондай тәуелсіз, әшейін жан жақты құрылған. Түсіндім. Ал сіз қай университет, қай елді таңдап едіңіз мысалы? Таңдаған едіңіз мысалы оқуға баруға? Сол Сол ол ең жерде қызығы, орыс тілі қажет пе? білесің, былай айтсам ба, мүмкін ол комиссия мүшесі маған тиісті. Мгм. Өйткені мен оқу жоспарымда оқу тілі орысша және ағылшынша деп тұрды. Мгм. Мүмкін соған не қылған шығар, бағытталған сұрақ болған шығар. Мен қазір сол Мгм. сіз айтқандай ойланып тұрмын да. Мгм. Бірақ мен таңдаған университетім Virgin Commonwealth деген Мгм. университет. Ол ақш. Америкада, Вашингтон, ақштағы, Мгм. иә, ақштағы Вашингтон қаласының қасында орналасқан өте үлкен университет. Ол Мгм. қарашы, мен сізге айтайын, салыстыру үшін қазақстандағы медицина емес, именно спорт медицинасының айырмашылығын көрсету үшін осы Мгм. университетті келтірсек болады. Қалаңыз. Мгм. Ол жерде біз кафедра ғой. Бізде кафедра, мысалы мен бітірген спорт медицина университетінің кафедрасы, Мгм. біздің мысалы кафедра құрамында 5-6 адам бар шығар мысалы. Мгм. Бір профессор, бір екі мұғалім болды мысалы. Бізде ешқандай Мгм. база жоқ, жоқ. Ал оларда қараңыз, сол Virgin Common Health деген университетінде кәдімгідей институт бар, үлкен спорт мамандары бар,
институт бар кәдімгі. Ол жақта спорт медицина маманының 100 профессоры бар екен. 100-ден аса профессор бар екен. Сосын сол университетте профессионалды түрде емделетін, және де сол университеттің профессионалды түрде екі командасы бар екен. Ойлаңыздаршы, бейсбол профессионалды командасы және де баскетбол профессионалды командасы. Яғни профессионалды спортсмендермен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік бар болатын еді да сол жерде. Олар көрдіңіз, сонда дамыған көрсеткіші да, яғни бір университеттің өзі жұмыс істейді. Мысалы мен осыны тура сізге айтқандай, ол комиссия мүшелеріне осыны айтып жатырмын негізінен ше. Бірақ соның өзінде айтады ғой, енді білмеймін, соның салдарынан деймін, сөйтіп құралған ғой енді. Оларда спорт медицинасы өте мықты дамыған. Соның салдарынан да әр олимпиада олар алтынды да көп алады, жалпы көрсеткіш бойынша медальды да көп алады деп отырмын ғой енді. Өйткені спорт мамандарының көмегі тиеді десем, біреу сөзімді бөліп, енді оларда халық саны көп қой дейді да. Сондықтан олар көп медаль алады ғой дейді. Білмеймін, енді бұл да андай әдейі қойылған сұрақтарым екен деймін да. Провокационный ма? Иә, мүмкін, әрине олар халық саны көп, бірақ ол бір фактор ғана емес қой деймін ғой. Мысалы қазір кез келген жаттықтырудан сұраңызшы, мысалы медицинасыз, именно оның ішінде спорт медицинасыз ешқандай жетістікке жету өте қиын. Біздің жаттықтырушылар мұқтаж. Тағы да мысалы осы жерде айтып кетейін, тура комиссия мүшелеріне айтқан сөздерді айтып отырмын ғой. Майкл Фелпс білесіз, иә? Әлемдегі рекорд қойып тастаған, 26 рет олимпиада чемпионы болған, мысалы өте мықты маман, спортсмен, спортшы. Ол спортшының өзіне, мен тағы да менің деректерім бойынша, тура сондай университет жұмыс істейді. Яғни бір спортсменнің өзіне сондай 100 маман жұмыс істейді, кәдімгі спорт мамандары. Яғни бұл көрсеткішті, яғни біздің Қазақстанмен, мысалы Орта Азияның елдерімен Американың айырмашылығы. Олар яғни бүкіл тамағынан бастап, қалпына келуден бастап, жаттығуынан бастап тікелей араласады да. Тікелей нұсқаулар береді, тікелей бүкіл анализдерін жасайды, мысалы бүкіл қалпына келу процедураларын жасайды. Соны 100 маман солай араласады екен. Ол тек Майкл Фелпс бүкіл сол олимпиада құрамындағы кіретін спортсмендерге, енді ойлаңыз, бағана айттым, бір Вирджин университетінің өзінде бір-екі профессионалды команданың өзіне қанша маман жұмыс істейді. Енді ойлай беріңіз, ол жақта қанша штат бар, қанша спортсмен бар, қанша маман бар, сол спорт медицинасымен жұмыс істейтіндер. Сіздің таңдаған университетіңіз, еліңіз жайлы комиссия мүшелерінің қандай да бір ақпараты болған шығар. Бірақ орыс тілі не үшін қажет болды деп жатырмын да. Әлде олар білмеді ме екен расымен де сіздің және қандай елді таңдап отырғаныңызды? Жоқ, олардың қолдарында менің шақырту қағазым болады. Біздің шақырту қағаз кәдімгідей күшті безендірілген, бүкіл университеттің тарихы бар, ол жақтағы кафедраның құрамы бар, ол жақта күнтізбе бар, мысалы ақпан айында осыны үйренеді, наурыз айында осыны үйренеді, толық программасы бар, қолдарында тұр. Менімен бірге ашып оны қарап отыруға мүмкіндігі бар. Қателеспесем, ағылшынша жақсы білесіз, иә? Енді жақсы білмесем де, pre-intermediate, яғни орташа деңгей сұхбатты жүргізе алатын адам ретінде тура сөйтіп айттым, мен де сұхбат ретінде жүргізе аламын. Ағылшын еще мынандай түсіну керек қой, мысалы болашақ, мысалы мен айтып жатқаным, болашақ комиссия мүшелерінің ішінде болашақтың өзінің оқып келген немесе түлектер болса, олар түсінетін еді. Мысалы кез келген адам, мысалы 0 даже ағылшынны білмейтін адам Америкаға барсын, сол ортаға барғанда ол бейімделіп 1-2 айдың ішінде жақсы деңгей көтеріп кетеді негізінен, тырысса. Ал бұл жерде менің деңгейім 0 емес, қатты жоғары емес, орташаның арғы бергі жағы, ол жаққа сол ортаға, ағылшын ортасына барған кезде менің деңгейім сөзсіз көтерілетін еді деп ойлаймын өзім. Оны мысалы түсіну керек еді да. Жалпы бізде білесіз, қай сала болмасын, көбіне әдебиеттер орыс тілінде, жалпы ағылшын тілде шыққан кез келген әдебиет орыс тіліне жылдам аударылады, ол университеттерге тез таралады. Сіздің де әдебиеттер көбіне орысша болған шығар. Сіз орысша білім алдыңыз ғой. Бірақ сіз университетте орысша білім алсаңыз да, демек ауызекі тілде тек қазақша сөйлеген болыпсыз. Иә, енді әрине ортам қазақ болғаннан кейін, енді өзімде тіл жанашырмын негізінен. Қазақпен қазақша сөйлесу керек деп ойлаймын негізінен. Ал халықаралық қатынастарында мен орыс тілінен ешқашан не алмаймын, не алмаймын. Өйткені ол мен шынымен мен ол тілге рахмет айтамын бір жағынан. Ол тілмен білім де алдым. Басқа елге, мысалы мен осы уақытқа 20 шақты елдің де көп елге бардым да. Көбінесе қолданатынымыз ол орыс, ағылшын тілін қолданамын негізінен. Енді басқа ұлтпен сөйлесу үшін.
мен орыс тілін жек көрмеймін дегендей ғой былай айтқанда, бірақ мхм, қолданамын. бірақ мхм, басқа өзге тілдің бәрін бір өз тілімді бірінші өз мхм, ортамда қолданғанды жақсырақ көремін да. мхм, Бұл жерде айтамын тағы да бір қызық нәрсе, мен орыс тілін мүлдем білмеймін емес қой, мен сөйлеймін, мысалы айтырмын ғой, мен ғылыми тілде оны айта аламын, сөйлей аламын да, бірақ мхм. сіз акцентпен сөйлейсіз дегені маған тиіп кетті. Сонда бұл жерде ең маңыздысы сонда қазақ болып немесе Қазақстанда тұрып андай акцентсіз сөйлеу маңыздырақ па деп отырмын да енді мысалы. Біздің спортшылардың жоғары жетістікке жетпеуінің бір себебі осы спорт медицинасына назар аудармау деп айта аласыз ба? Ja, өйтіп олай мен де айта аламын. Кез Мгм. келген қазіргі профессионал спортсмендер де айта алады, және де оның жаттықтырушылары да Мгм. бір ауыздан бірден келісіп айта аламыз. Спортшылардың несі ауысып жатыр ғой, заманы да ауысып жатыр, байқайсыз, қазір Мгм. жастау болып жатыр. Олар Мгм. ақпараттық әлемде өмір сүріп жатыр. Мгм. Олар қазір уже қарайды. Мен ең бірінші жұмысқа кірген кезде үлкен жастағы спортсмендер, мысалы 30-дан асып кеткен, 35-тегі спортсмендер, мысалы өзімнің Мгм. тіпті мынау күрес командамды да айтайын, үлкен спортсмендер көбісі, ой, осылай өмір бақи жүрміз ғой, жүре берейікші деген сияқты ештеңе өзгерткісі Мгм. келмейтін, негізі жаңа білім Мгм. алуға болсын. Бұл да білім ғой, спорт медицинасы деген кішкене дайындау, Мгм. спортсмендер біз жүргізген кезде, андай тренингтер жүргізген кезде оларға онша қызықпайтын. Ал Мгм. сол кездегі жастар, иә, үйренейік деп кішкене тырысатын. Ал Мгм. дәл қазіргі поколение ауысты ғой, былай айтқанда заман ауысты деп жатыр да, спортсмендер де ақпараттық әлемде өмір сүріп жатқаннан кейін олар да көреді, Мгм. жетістікке жету үшін тек жаттығу жасамау керек екен, яғни оған да Мгм. медициналық жүйе жасау керек екен, психологиялық жүйе құрастыру Мгм. керек екенін олар қазір Мгм. түсініп жатыр негізі. Бірақ ол да әлі сол бастапқы даму процесінде тұр ғой. Комиссия мүшелеріне айтып отырмын ғой, соны мен барып Америкада қалай болып жатыр көріп келейін, мысалы көру керекпін, үйрену керекпіз деймін ғой. Мгм. Оны келіп Қазақстанға жүйе құрастырайын десем, сіз қалай сонда жоқ жүйені құрастырғыңыз келеді, мысалы ол өзгертілмейді ғой ол деп. Енді мен білмеймін, оның бәрі провокацион, өте андай әр сөзге тиісті ғой, в общем. Қалай сіз Мгм. үйренесіз, ол жүйе құра алмайтын жүйе ғой мысалы. Мгм. Ол жоқ болған нәрсені сіз қалай пайда қыласыз? Енді мен айтамын ғой, соны көрейік, қалыптастырайық. Өйткені бізде спорт медицинасымен бізде жүйе жоқ, ешқандай жүйе жоқ. Мгм. Шақшаңқы Мгм. немесе жеке меншікке кетіп қалған, ол уже реабилитацияға кетіп қалған. Сондай. Спортшылардың ас мәзірі де жоқ шығар, әлде бар ма? Ол енді ұлттық олимпиада комитетінде жұмыс істеп жүрген кезде біздің Мгм. диетолог мамандар болған, олар бекіткен. Басында бізде болмаған диетолог, бәрін өзім істейтінмін. Мгм. Өзім, яғни мысалы бір оқу жаттығу жиынына барамыз, соны мысалы бір базаға барамыз, спорттық базаға барған Мгм. кезде мен бірінші кремді өзіміздің повармен, сол жердегі меңгерушімен бірден келісіп, бір апталық меню ас мәзірін жасап беретінмін. Мгм. Кейін бұл міндет менің мойнымнан түсіп, оған диетолог мамандар араласа бастады. Жалпы бар ол жүйе. Ұлттық Мгм. олимпиада комитетінде ғана бар. Мгм. Спорт Бірақ мен мектебінде? спорт мектебінде бекітілген бар, айтамын, бірақ ол мен бекіткенмін, түсіндіңіз? Ал андай ә, мемлекет деңгейінде бекіткен ондай жүйе жоқ. Мгм. Әр мысалы дәрігер, әрбір маман өзі бекітеді да, өзі қарап, өзінің несіне қарап. Жалпы спортшыларға қандай кеңес айтасыз? мына Олимпиадаға қатысамын, жүлде аламын деген секілді. Бағана айтқандай, қазір спорт ол тек жаттығу ғана емес, Мгм. ол бірнеше жетістікке жету, яғни олимпиада тұғырында көріну, ол бірнеше кәдімгі жолдардан тұрады. Ол бірінші сол спорт медицинасы жолымен, психологиялық жолмен, мынау жаттығу жолымен, сондай әрқашан үнемі дамуда болу керек та. Яғни мен тек мына жаттығу жасасам ә, жетістікке жетемін деген ол қате пікір да, қазіргі заманда. Қазіргі заманда міне Мгм. жан жақты болып спорт медицинасы мен психология, ең басты осы екі жүйені бірге алып жүрсек, Мгм. жетістікке жетуге болады. Бізде сағы сынғандар көбіне мына шетелге кетемін, Қазақстаннан кетемін деген секілді бір айтатындар, ақыл кеңес беретіндер бар. Сағыңыз сынған жоқ па осындай сәтте? Bir шетелге кетемін деп бір мүлдем шешім шығарып, сондай бір ой болды ма сізде жалпы? Ой, ондай әрине болады ғой, бірақ біз айтамын, біз дәрігерлер сондай мамандықпыз да, біз критикаға да үйреніп қалғанбыз, біз Мгм. әбден ондай шыныққан адамбыз да. Жеке басым, Мгм. өз басым сондай, өйткені мен қанша жеңіс көрдім спортсмендермен бірге, жеңіссіз де көрдік, қанша сөз естідік, шынығып қалғанбыз. Бұл жерде мәселе туындаған сол тіл мәселесінен басталды ғой негізінен, және де Мгм. ұлт
керек деңгейде шынымен спорт медицинасына көңіл бөлмейтініне қанша мына бір ақ статистика, ана Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы бар, спорт медицина мамандарын дамыту керекпіз дегенші. Кәдімгі Тоқаев мырзамыздың өзі айтқан, президентіміздің өзі. Соны тіпті комиссия мүшелері білмейді. Мысалы осы уақытқа дейін болашақ 30 жылдан астам тарихы бар екен, бір рет те болса спорт медицина маманын жібермеген екен. Бұл өте бір қызық факт та бұл. Дамытамыз дейді. Сонда әркім өзі, әрине мен қазір нем сынған жоқ, бірақ мен өзім болашақсыз-ақ барып оқып келіп дәлдейінші деген бір ішкі мотивация бар болып тұр негізінен. Өмірлік ұстаным айтсам болады. Өйткені дұрыс өмір сүру ол дұрыс жетістікке жеткізеді. Мысалы мен тамаққа, мен былай айтқанда спортсмендердің өмірін мен мысалы іштей білемін. Яғни мен өзім де спортсменмін. Түсінесіз ғой? Яғни өз өзімді зерттей келе, кейде мен өзіме де мысалы бір дәрі ішіп соны зерттеймін. Мысалы мен ғалым ретінде де кейде жұмыс істеймін. Өзім де соны қабылдап, өзім жаттығу жасап, өзім зерттеп көремін да. Содан кейін мен спортсмендерге айта аламын. Мысалы өзім үлгі көрсете алмасам, жақсы ойланмасам, жақсы тамақ ішпесем, жақсы ұйықтамасам, дұрыс өмір сүрмесем, жақсы ойлар болмаса, мен әр нәрседен жақсылық іздеймін. Сондықтан енді комиссия мүшелерінен жақсылық іздеймін, енді ол да бір психологиялық не деп ойлаймын енді. Соған жаба салып отыр, психологиялық мені тексерген шығар деп. Иә, 10 жылдан кейін Жасұлан Темірбаев өзін қалай елестетеді? Мен енді өзім еліме пайдасы тиетін жақсы маман болғым келеді. Қандай бір жағынан, сіз бағана айттыңыз ғой, мүмкін коуч боламын, мүмкін дәрігер боламын, мүмкін басқа жағынан кетіп қаламын, бірақ халыққа пайдасы тиетін адам ретінде елестетемін өзімді. Сізбен мысалы жеке шұғылданатын, жеке жаттығатын спортшылар бар ма? Иә, кеңес сұрап тұратын, үнемі кеңес сұрап тұратын өзімнің жаттықтырушыларым да, спортшыларым да бар. Танымал адамдар бар ішінде? Кімдер мысалы сізден ақыл кеңес сұрайды? Алмат Кепсібаев, атақты палуанымыз. Сосын мысалы өзімнің жерлестерім Тараздағы жаттықтырушылар үнемі оқу жаттығу жиыны басталар кезде, мысалы қазір Қазақстан чемпионаты болады, сол жақтан палуандар менен кәдімгідей списокті сұрап, былай айтқанда барлық кеңестерін алып алды менен, консультациямды алып алды. Спортсмендер тағы профессионалды футболшылар бар, үнемі хабарласып. Енді ол көп қой, айта берсек, өте көп. Бірақ мен енді шыны керек үлкен спорттан кеткелі қанша сол 2 жыл болды ғой. Мен қазір енді жасөспірім балалармен жұмыс істеймін ғой. Олимпиадаға дейінгі жасөспірімдер, 15 жасқа дейінгі спортсмендер. Ал үлкен спортқа енді сол қайтып барым, қандай ниетім бар болып тұр ғой, сол болашақ арқылы барайын деген ғой. Тәжірибемді жинақтап, жақсы біліммен қайтадан былай айтқанда свежий болып барайын деген, бірақ уақытша қазір ол спорт тоқтап қалды. Енді көреміз. Түсіндім. Енді бәлкім биыл түспесеңіз де келесі жыл қайтадан тапсырып көретін шығарсыз енді. Әрине, оған дейінгі енді бұл жерде білесіз, себепкер, септік тигізіп жіберетін сол спорт министрі және денсаулық министрі де болу керек та, ұлттық олимпиада комитеті де, мысалы, білмеймін, бізге ондай маман керек деп айту керек деген сияқты бар ғой. Өйткені комиссия мүшелері білмейді да, спорт медицина деген әлі күнге дейін көбісі білмейді. Мен кей кезде көшеде бір жаңа адаммен танысып қаламын, енді бір орталарда, мен спорт дәрігерімін десем, ол ондай бар ма не дейді. Сонда ол қалай сіз сонда спортсмен емдейсіз ба деп. Әлі күнге дейін оны бізде жоқ қой, енді ондай естімеген. Ал сонда спортсмендер бөлек па, олар қалай ағзасы бөлек па деген сияқты не таңғалатындар бар. Сол сияқты тура сол кеше комиссия мүшелерінен мен де тура түрлерінен тура сондай көрдім да. Ондай бар ма не спорт дәрігерлер деген сияқты. Енді Жасұлан, сіз мақсаттарыңыз, мұраттарыңыз айқын. Сіз Қазақстанға керексіз. Бұл менің жеке пікірім. Біз жыл сайын олимпиаданы күтеміз, күткеннен кейін нәтижесі жақсы болса қуанамыз. Соңғы жылдар мүлдем қуанбай кеттік. Сізге сәттілік тілейміз. Басқа айтарыңыз бар ма? Жоқ, рахмет. Сіздерге де рахмет. Өйткені осындай тақырыптарды кеңінен қозғамасақ халыққа жетпейді.